Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Мен бүгін өзім клиенттерім үнемі жиі сұрайтын осындай мини чебурекидің рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ыдысыма ұнымды електен өткізіп салып аламын. Үстіне тұз саламын кішкене. Екеуін кішкене араластырғаннан кейін мен ыссы су құямын. Мынау кипяток су, соның үстіне өсімдік майын бірге қосып жібердім. Ыссы болған соң жерде қолыммен кішкене, лопаткамен кішкене араластырып аламын. Қолмен араластырғанда ысылау болады. Мына кішкене суығаннан кейін уже қолмен араластырып, жақсылап тұрып тестелейміз. Артық ұнның қажеті жоқ, өлшеулі салынған ұнмен жақсылап ие қанғанша тестіні басамыз. Міне менің тестім ие қада келді. Мен қазір бұны бір салафанға салып, холодильникке 30 минутқа қойып аламын. 1 сағатқа, даже 1 күнге қойып қойсаңыздар да түк те етпейді. Енді қазір мен фаршымды дайындайтын боламын. Начинкамды салатын. Міне мен фаршымды өлшеп алдым, өзіме қажеттісін. Сосын үстіне пиязымды блендерден өткізіп саламын. Осындай қылып мен блендерлеп алдым. Езіп тұз, бұрыш, кориандр салып, мен фаршымды жақсылап араластырамын. Начинкамыз дайын. Жаңа холодильниктен бана тестімді алдым. Тестімді құттай илеп жіберіп, мен қазір 15 граммнан бөліп шығамын. Міне мен барлық тестімді бөліп шықтым. Енді бәрін мен домалақтап аламын өзіме ыңғайлап. Міне мен жаңа фаршымнан су бөлінді. Осы суды мен төгіп тастаймын. Осылай бөлінген суларды жалпы төгіп тастап тұрамын. Енді қазір тестімді алып, чебурек жасауға кірісемін. Тесті өте жұмсақ, жақсы болады, өше қолға жабыспайды. Нағыз жабысқан жағдайда сәл салғана ұн сепсеңіздер болады. Жалпы ұнсыз да өзі жақсы істелінеді. Осылай жайып алып, фаршымды саламын. Жалпы бана қалған фаршыммен тесті қорықпай салсаңыздар болады. Екеуі дәлме-дәл келеді, молырақ салғанда. Міне өйстіп шеттерін ғана біріктіріп, чебурекем жасап, вилкамен шетіне әдемілік үшін осылай жасап жібердім. Жасамасаңыздар да болады. Міне тестімді жайдым. Жұқалап жаясыздар. Қазір фаршымды саламын. Тек шеттерін ғана басып біріктіріп шығамыз да. Шаншқымен осылай әдемілеп жібересіздер.
Міне менің чебурекелерім дайын. Мен бұл чебурекелерді қазір пісіремін. Жалпысында осылай мұздатқышқа қатырып алсаңыздар да болады, кез келген уақытта жұмыстан кейін қуыра салуға ыңғайлы қылып. Міне мен қызып тұрған майыма чебурекемді салып бастадым. Осылай екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Міне менің чебурекелерім дайын. Өте әдемі, дәмді, сочный чебурекі шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Біздерге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.